Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажеттілерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз сізге жақсы жалғастырамыз. Ендеше бастадық. 2024 жылдан бастап жұмыс берушіде қосымша зейнетақы жарнасын төлейтін болады. 2024 жыл 1 қаңтардан бастап жұмыс берушілер тарапынан да қосымша зейнетақы жарналары төленеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Тамара Дүйсенова айтуынша, зейнетақы мөлшерін арттыру және де жүйенің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жыл басында базалық және еңбек оқуларын есептеу параметрлері өзгерген. Саралап көтеру тетігін қолдану нәтижесінде ең төменгі зейнетақы мөлшерін 21%-ға дейін өсті. Бұл зейнетақысы төмен зейнеткерлерге үлкен әлеуметтік қолдау болатыны анық. Ал болашақ зейнеткерлер үшін 2024 жылы 1 қаңтардан бастап жұмыс берушілер тарапынан қосымша зейнетақы жарналары төленетін болады, дейді министр. Анық айтуынша, әлеуметтік кодексте бірыңғай зейнетақы қоры салымшысы өзінің зейнетақы активтен 50%-дан аспайтын бөлігін дербес таңдауы бойынша жеке басқарушы инвестициялық компанияларға беру мүмкіндігі көзделген. Сонымен қатар, жыл басынан қолданысқа енгізілген отбасының цифрлы картасы оперативті қызмет көрсету құралы ретінде толыққанды жұмыс істеп тұр. Содан бері 800 мыңнан аса адамға оперативті қолдану шараларын ұсынуға SMS жіберілді. Оның ішінде 650 мың азаматқа төлемді оперативті түрде, 95 мың азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы тағайындалды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.